21 жасымнан бастап 24 жасыма шейін маған екі қыз кезікті. Сол екеуі өздері менің атымды сұрап менімен танысқан болатын. Сол екеуі менімен танысып ап маған қарамай қойды. Солардың біреуі менімен бірінші танысқан. Соған мен жақындағамда маған жақындама деді. Қазір айғайлаймын деп айтқан маған. Ол 91-ші жылғы 21 жасымда сол қыз маған солай айтты. Жақындасаң маған айғайлаймын деп. Сол қыз маған. Екіншісі ол менің жасым 24 жасымда танысты өзі менімен. Одан кейін ол қыздың нөмерін алдым мен. Ол қызда өзі менен атымды сұраған болатын. Бірінші ол қызда 91-ші жылғы. Мен өкінбеймін олардың өмірімнен кеткеніне. Өйткені солай қалады. Меніменен өткізгісі келмей күндерін. Ол қыз мені екінші рет көргеннен кейін телефон нөмерін маған берген, жоғалтып жіберді. Соныменен екеуі өмірімнен қалды. Содан соң 25 жасымда өзім бір қыздың атын сұрадым. Ол қыз маған айтты, дәл осылай сізге атымды айтпаймын деп. Ол да солай көрінбей кетті маған. Содан 25 жасым менен өтіп 26 жасымнан бастап мен қыз іздеп жүргемде таба алмай мен қыз. Жылдар өтіп мен 34 жасқа кеппін. Сол жасымда маған бір қыз кезікті. Сол қызбен мен таныстым.